Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жансая. Бүгін сіздерге глютенсіз манты кеспенің қамырын жасайтын боламыз. Өте жұмсақ шықты, енді кәдімгі мантының қамырынан қарағанда шамалы қалыңдау болады. Ал глютенсіз кеспеміздің еш айырмашылығы жоқ. Өте дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін көріңіздер, каналыма тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Ұнымыздың үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып, ортасын шұңғылдау қыламыз. Екі жұмыртқамызды салып араластырамыз. Үстіне қайнаған жылы суымызды құямыз. Қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды целлофанға салып 20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Мен 4 бөлікке бөліп алдым. Жартысына манты жасаймын, жартысына кеспенің қамырын жасап қоямын. Қамырды жаяр кезде абайлап жаясыздар. Бұл бидай ұнынан жасалған қамыр сияқты емес. Тез жыртылып кету қаупі бар. Қамырымызға мен күріш ұнын септім. Күріш ұнын немесе жүгері крахмалында сеуіп жая берсеңіз болады. Менде жүгері крахмалы болмады, сондықтан күріш ұнын сеуіп жайдым. Қамырымыз қалыңдау болса, шамалы шығартып жайып жіберуіңізге болады. Бірақ бұл қамырмен қолданған кезде абайлап қолданасыздар. Мантымызды кәдімгі мантываркаға салып 45 минутқа пісіреміз. Бетіне май жағамыз. Кеспенің қамырын жайып, ортасынан 2-ге бөліп кесіп алдым. Онды жақсылап себесіздер және орайсыздар қамырды. Кеспенің қамыры ұқсатып кесеміз. Чықалау қып кессеңіздер жақсы. Өте әдемі болып шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер.